Nаны қайтан көп шық. Фатима, біздің телефон үйде қалып қоймаған ба? Яқшы. Қонысбай, біздің телефонға бір шығып жіберші. Мәйлі. Өшірілген дейді ғой. Ассалаумағалейкум. Қалайсың? Жеткел, телефонды беріп тұр. Телефон дейсіз? Ава, беріп тұр. Амалық па? Әй, телефоным табылмай жатырман. Hazır. Kim? Мен ғой, Hey келдің бе? Фатима, Ау. біздің қол телефон үйде қалып қоймаған ба? Жоқ. Өзің алып кеткен жоқ па едің? Үйде қалған болу керек. Жұмысқа барып қалтамды қарасам жоқ. Басқа телефондан қоңырау етіп көрдің бе? Өшірілген дейді. Бар, қарап көр. Alo? Gülsara? Alo, апа кейін қоңырау етемен. Әзір сурет сабатырмыз. Тәрбиеші апам сабақтың уақытында сөйлеспең деп айтты. Gülsara? Неге ағаң телефон сұрамай ап кеттің? Қайтарып беремен о. Маған телефон апергенше сөйлесіп тұрай. Яқшы апа, жаптым. Телефон өшір. Батырбек, сабақ даярлап жатырсың ба? Бүгін демалыс күні. Мен базарға барып келе жақпан. Саған не әкеп берейін? Еш нәрсе керек емес. Ау, дәптер, ручкілерің бар ма? Бар ғой. Онда үйде отырып, әмме сабақларың таярлап отыр. Мені жоқ деп арқайын болып қама балам, түсіндің бе? Ал әсіресе Қарақалпақ әдебиятынан таярлан. Ядла. Өзімде әдебиеттен таярланы жақпан. Ал мен кеттім, есітіліп қал. Яқшы.
Қалайсың жөре, жақсың ба? Рахмет жақсы. Үйіңде апаң бар ма? Яқ, Ағаң бар ма? яқ, Қарбыз алыс па? яқ жүра. Мазалы қарбыз? Яқ. Қабаған бар. Яқ, Ауылдан түтіп ап келдік, диқандікі. Еш сатамаймыз. Мазалы, арзан беремін. Керек емес. Алса Яқ, жора, керек мазалы емес беріп, дедік қой. үйіңнен сұрап Рахмет, көрсе, керек емес. Алуым керек еді бірақ. Арзан беретін. Қарбыз бар, қарбыз. Assalomualaikum apa. Үлкен жігіт болдың ба балам? Апаң бар ма еді? Яқ, Ажапаң не? яқ апа. Мынадай Ешкім жоқ. көйлеклер бар, Яқ, шарфлар яқ, бар, рахмет апа. көндерге Еш топы сатамаймыз. бар. Апа Алсаң алмаймыз сол. сол. Яқ, рахмет. Жемпірлер бар. Ашқо, кіре берсейш. Нуе? Күш қаласам ба? Яқ, Піш қаласам? яқ, еш нәрсе сатып алмаймыз. Кетің бар. Balam, geldin mi? Ова. Oyunga toydun mu? Ey, onça емес. Балалар кетіп қалды. Onda berman жақынла balam. Gel. Senden bir нәрсе sorayın. Келе ғой балам. Men keşenin aldığınдағы күні қатты ауырып қалдым ба? Tez жәрдем шақырыпсыз. Не дейді? Апаң екеуіңіз таң атқанша менің басымда күзетіп шығыпсыз. Өйтпей маңлайым. Оны кім айтты? Мына балаң айттым. Қойш. Бағана көшеде бұлардың физика мұғалімін ұшыратып қалдым. Мені көріп, көзі ұясынан шығып кетейін деп еді. Хау. Қалайсыз? Аяққа тұрып кеттіңіз бе? Бұғырағым аман сау қалған екенсіз. Ұзақ жасарсыз аға. Не? Ау, кеше балаңыз. Ағам түнің менен қатты ауырып шықты. Тез жәрдем шақырдық. Таң атқанша апам екеуміз басында күзетіп шықтық деді ғой. Ей, өйтіп неге мұғаліміңді алдадың? Сауакеңді ауруға шығарып. О, мұғалімнің сіз танитын білмей қалдым. Осы сенің өтірік сөзіңнен басымды көтере алмай қалдым ғой. Хау, ана күні мені масқара қылғанын айтсаң о. Түске таман кір жуып отырсам, 3 әйел зілзиіп кіріп келіп тұр. Қоңсы қобалар. Хайран болдым. Хау, бұл не? Үйіңе шақырып болып, еш нәрсе сезбегендей болып отырсаң, дейді. Сөйтсем бұл қыршын болмағыр. Хаялларға кеше үйге ағамның жоралары келіп мал сойып еді. Апам келіп сарық жесін деп атыр деп шақырып келіпті. Уй, ағасы ұялғанымды қайтейін.
жер жарылмады, мен кірмедім. Сөйтіп. Әйтеуір бір гла көшті қазанға салып, күн ауғанда зорға шығарып салдым ғой. Кір қалды бір жақта. Неге ондай қылдың? Өзі ғой, математикадан тапсырманы шығарып бер десем, қолым тимейді дейді. Ал, әне? Ей, сен ұсу өтірік сөйлегенді қоясың ба жоққа? Мына 5 бармақ саған туысқан емес. Яқшы аға, енді өтірік сөйлемеймін. Түкертің ата-аналар жиналысына барғанда мені өтірік сөйлейді деп айтып жүрмең. Ата-аналар жиналысы бар ма? Ава, ертең 5-ші сабақтың орнына. Сен барасың. Яға өзің бар. Класс басшысы зақылдаған біреу. Ертең һәм менің алдында шермендем шығарады. Хау ертең менің жиналысым бар. Ау жиналысыңнан 1 сағатқа сора. Ата-аналар жиналысына хайрадан барады ғой. Еркек балаға әкесі жауап беру керек. Ей, барасаң дедім бі, барасаң. Бармаймын. Барасаң. Бармаймын. Ей, неге бармайсың? Баруың керек. Айтқаннан Бармаймын кейін дедім бе? болды, Бармаймын. Хау, бұрайын ба? Хәмме жерге Бармай, бара неге беремін отырғаннан кейін? бе? Мен Сен бар, болайын ба, сен балаға бар. болайын ба? Ал бармағанымда. Бармаймын дедім бе? Бармайын бұр, сенен демеген сайын. Не күлесің? Егілесең. Ешқандай жиналыс жоқ, алдап айттым. Рас па? Ава, Ау жүрегім жарайын деп едің ғой. Әй, білдім ау өтірік екенін. Өтірік сөйлесе, дәрхал көзін жұмады. Я басқа жаққа қарап тұрып сөйлейді. Өтірік айтқанын білсең, неге бармаймын деп шижап болдың? Әй, енді арасында рас сөйлеп қояма деп қорқаман да. Өзімнің баламда кел бермін. Әй, айнанайын дейді. Сендей уақытында мен де ұсындай әзіл кешедім. Қызларға да айтайықшы. Hey Парваз, халық бүгін сағат 3-ке біздің үйге тестке тайлануға келесің бе? Мен де келемін. Гүлназ, сен де келесің бе? Өзім білемін. Бір хот-дог беріп жіберің. Орап берің. Ай қыз, отырып жеп алмайсың ба? Ал мектеп формаң қатас болады ғой. Өзім білемін. Ай қызым, ай! Нуе, Ал мына тротуардан жүрсің ғой, машин қағып кетеді ғой. өзім білемін ғой. Гүлназ, Нуе, үсетіп отыра бересің бе? Өзім білемін. Гүлназ, болса тез. Не отыра берсең? Апам кеп қалады, тұр оныңнан. Өзім білемін. Гүлназ, қаяққа? Не жұмысың бар? Апам ыдысларды жусын деп кетті. Өзім білемін. Ай қыз, тұт. Өзім білемін. Өзің
bileyim endi.